بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد علامة الاسم اسم belgileri قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Мәтіні есім мына белгілермен танылады: хафтпен, танвинмен, және алиф ләмнің оған кіруімен, және хафт әріптерінің олар аталған мин, ва иля, ва ан, ва ала, ва фи, ва рубба, ва ба, ва каф, ва ламу, ва хуруф қасым үшеуі. Қосым хуруфтар әріптерінің кіруімен есімнің белгілері болып табылады, яғни бұлар есімнің белгілері болып табылады. وأقول للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو بقبولها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هذه العلامات 4 علامات، وهي الخفض والتنوين أو الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. شرح يعني اسمнің өзіндік белгілері бар. Солардың біреуі бар болуымен немесе біреуін қабылдауымен есім басқа екі бауырының, яғни фиғл мен харфтан ерекшеленеді. Кітаптың авторы сол белгілерден төртеуін айтып өтті. Олар хафт, танвин, алиф және лам әріптері оған кіруі. Хафт әріптерінің біреуі кіруі. أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر وقولك هذا كتاب عمر. فبكر وعمر اسمان لوجود الكسرة في أواخر كل واحد منهما. الخفض دегеніміз тілдік мағынасы ضد الارتفاع, яғни жоғары болудың антонимі дейді, яғни төмен болу деген мағына демек. وفي اصطلاح النحاة يعني نحو ілімінде ол عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل, әсер етіп жаңағыдай кәсіра қылатын العامل أو ما ناب عنها, немесе кәсірінің орнын басатын. Яғни al-хафт дегеніміз наху ғылымында عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل, яғни бір әсер етуші әсер етіп оны кәсіра немесе кәсіраның орнын басушы болатын нәрсені al-хафт дейді. وذلك مثل كسرة الراء من بكر, яғни бәкір ва амр сөздеріндегі кәсіраның мысалы مررت ببكر هذا كتاب عمر, бәкір және амр сөздерінде кәсіра бар. Сондықтан да бұл исм болып есептелінеді. Өйткені оған хафт, ол сөздер махфут, яғни хафт болып тұр. Әсер етуші ол харф жар. وأما التنوين فهو في اللغة التصويت, تقول نون الطائر أي صوته. في اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرر الشكلة عند الضبط بالقلم. يعني أما التنوين فهو في اللغة تصويت дейді. يعني тілдік мағынасы, يعني дыбыс шығару, дауыс шығару деген мағына. Мысалы, نون الطائر, яғни құс дыбыс шығарды. Ай сауата, бір дыбыс шығарды. وفي اصطلاح النحاة, яғни ғалымдардың, наху ғалымдарының терминінде уа нунун сәкина, ол нун сәкина болып есептелінеді. Яғни тәнвин дегеніміз ол есімнің соңында келіп, дыбыста айтылып, бірақ қаламмен жазу барысында харакеті 2 рет қайталай салумен қанағаттандырылмағандықтан жазылмайтын сукунды нун әрпі. نحو محمد وكتاب وإيه وصاه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعتئذ. فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. يعني مثال محمد يعني жоғарыда келтірген мысалдар есімнің әрбір түріне мысал келтірді. إيه, صاه, مسلمات, يعني اسم الظاهر, يعني اسم الفاعل, جمع مؤنث سالم, зарф, бәріне оны болашақта келетін болады. Яғни осы сөздердің барлығы есім болып есептелінеді. Өйткені әрбір жаңағы айтылған мысалдардың барлығында тәнвин болған себепті. Тәнвин дегеніміз жаңағы нун сәкіне, яғни ол сукунның оны қайтадан жазбау үшін, қайта оны жаңағыдай
такрар жаңағыдай жазбау үшін нун сәкинен ол жаңағыдай таяқшамен танвинді белгілеп кетеді, яғни айтылады бірақ жазылмайды. Жаңағы Мұхаммадун китабун секілді. Үшінші, al-alamatu thalithatu min alamat al-ism dukhul al, يعني ألف لام في أول الكلمة نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة، فهذه الكلمات كلها أسماء لدخول الألف واللام في أولها. Үшінші белгі, жаңа айтылған белгілердің үшінші есімнің белгісі, ол бір сөзге алиф лямның кіруі. Алиф лям кірсе, демек ол есім болып есептелінеді. Яғни ар-раджулу вал-ғуламу вал-фарасу жаңа келтірілген мысалдар. فهذه الكلمات كلها أسماء. يعني бұл есімдердің барлығы сөздердің барлығы есім. Өйткені сол сөздердің барлығында алиф лям алғашқысында, яғни сөздің басына алиф лямның кіру себебі. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما ولوجود ال في أولهما. يعني төртінші белгі ол хафт, есімнің хафт болуы, яғни ол кәсір немесе кәсіріні басатын, орнын басатын аламаттың бірі болса, ол есім болғаны. Яғни кәсір қабылдайды немесе кәсірінің орнын басатын аламаттарды қабылдаса, ол есім болғаны. Мысалы, сен дахабту минал бейт илал мадраса, яғни әл-бейт, әл-мадраса есім. Неге? Өйткені ол кәсір қабылдап тұр. Әл-бейти, әл-мадрасати деп. Және оған алиф лам кіріп тұр сөздің басында. Әл-бейт, әл-мадраса деп. Сондықтан да бұл есім. Яғни төрт есімді айтты, яғни төрт белгіні айтты, есімнің төрт белгісін айтты. وحروف الخفض، يعني حروف الخفض وهي من ولها معان ومنها الابتداء نحو سافرت من القاهرة. يعني حروف الخفض бірінші ол min ولها معان, бірнеше мағынасы бар. Minhu al-ibtida, яғни басталу, бір жерден басталатын нәрселерді min деген мағынаны білдіреді. Min al-ibtida. Мысалы, сафарту min al-Qahira, яғни Қахирадан, Каирден сапар шектім, яғни бір нәрседен бастадым деген мағына. Ва иля мин маъниха al-интиха, яғни соңына дейін жету деген мағына, соңына деген мағына білдіреді. Мысалы, сафарту иля Искандария, яғни Искандария сапар шектім, иля, яғни қай жерге, интиха соңы деген мағына білдіреді. Ва ан мин маъниха al-муджаваза, өту деген мағына білдіреді. Мысалы, наху рамайту сахма анил қауси, яғни садақпен оқ аттым, яғни оғың сен садақтан өткендігі мағынасы. Анил қауси. Ва ала ва мин маъниха исти'ла, ва ала деген ва мин маъниха исти'ла, яғни жоғары болу деген мағына. Наху саидту алал джабали, яғни тауға көтерілдім, таудың жоғарысына көтерілдім деген мағына. Ва фи ва мин маъниха зарфия, яғни ішінде болу деген, ішінде деген мағынаны білдіреді. Наху ал-мау фил кузи, яғни құмыраның ішінде су деген мағына. Рубба мин маъниха ат-тақлил, яғни аз болу мүмкіншілігі аз деген мағына. Рубба. Наху рубба раджулин каримин қабалани, кәрім, яғни бір адам мені қарсы алам екен, яғни мүмкіндігі болудың аз деген мағына. Может быть деген сияқты мағына, яғни кәрім адамның. والباء ومن معانيها التعدية, يعني өту деген сөздің мағынасын береді. Марарту билвади, яғни бір уади жермен, тегістік жермен бір өттім деген мағына. والكاف ومن معانيها التشبيه, الكاف оның мағынасы яғни ұқсастық, ұқсату деген мағына. نحو ليلى كالبدر, ليلى بدر секілді. واللام ومن معانيها الملك, نحو المال لمحمد, яғни мүлкілік, иелік ету деген мағына. Мысалы, al-малу ли Мұхаммад, Мұхаммадтың малы, яғни ол иелігінде, оның иелігінде. Вал-ихтисасу наху al-бабу лид-дари, яғни тек сол бір жекелеп қою деген мағына. Al-бабу лид-дари, яғни бұл бап осы бір ненікі деген, дәрдікі, үйдікі деген сөз, яғни жекелеп тұр. Вал-хасиру лил-масджиди, сол секілді, яғни жерге жаятын, ол жаңағыдай мешіттікі дегендей, яғни жеке жешеленеді. Вал-истихқақ, яғни лайықты болу. Наху алхамдулилля, яғни Алла,
барлық мақтау мадаққа лайықты деген мағыналарға келеді. Яғни хуруфул хафтың мағыналарын ашылды. Егер де осы хуруфул хафтың қайсы бір сөзге кіретін болса, ол исм болады. Және өзінен кейін ол мына хуруфул хафт дейді, хуруфул жар деп атайды. Өзінен кейінгі сөзді яғни мажрур қылады, яғни махфуд қылады, мажрур қылады, яғни кәсра немесе кәсраның орнын басатын аламаты болады. Яғни ол есім, яғни ол есімнің белгісі. ومن حروف الخفض حروف القسم وهي 3 أحرف. يعني حروف الخفض تنبر بولغو والحروف القسم والإش حرف بار أشار جنة. يعني الأول الواو برنشة، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر. يعني بلتقن اسم الظاهر عطوغا غنا كريت، اسم عطوغا كريت. نحو والله، ونحو والطور وكتاب مسطور، ونحو والتين والزيتون وطور سينين. يعني اسم ظاهر الله، الطور وكتاب مسطور والتين والزيتون барлығыне اسم ظاهر атау. Сондықтан да الواو тек қана атауға ғана кіреді. والثاني الباء ولا تختص بلفظ دون لفظ. يعني ол тек қана бір белгілі бір сөз есімге, яғни اسم ظاهر дейді, атауға ғана емес, харф жарға дамирлерге кіру мүмкін, басқа сөздерге кіру мүмкін есімнен болған. بل تدخل على الاسم الظاهر نحو بالله لأجتهدن. يعني الله بين أنت تمن من اجتهاد قلام، يعني أنت قبول الواو والتاء والباء بارلغة أنت شو يعني بل بالله لأجتهدن، يعني اسم الظاهر يكتر الله لفظ الجلالة. ونحو بك لأضربن الكسولة. وعلى الضمير يعني ضمير يذكر ممكن بك لأضربن الكسولة، يعني سيمين أنت تميت براغل أنت شو مدوي لأضربن الكسولة من سنة، يعني رامان دي معنى، يعني أنت شو يعني ضمير كده كرتر، يعني الباء اسم ظاهر يعني جانب ضمير كده كريدا. والثالث التاء ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة. تاء تقنا الله تنجسمني غنا كريدا. نحو وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن أصنامكم. والله يعني وتالله الله بين أنتي تمن من سنديرتن زعندك طارد خيرات عمل دي معنا. يعني حروف الخفض تن تعرف بولغو، وحروف القسم وص شوى والألواء والباء والتاء. تسمعت يا؟ عند أسئلة من ما علامة الاسم. Есімнің белгілері не? Yani атап 4 белгісі бар, соны атауың керек. Ма мәні al-хафт луғадан мусталахан. Yani al-хафт деген сөздің тілдік және терминдік мағынасы қандай, не дейді? Ма хуа ат-танвину луғатан мусталахан. Yani at-танвиннің тілдік және терминдік мағынасы не дейді? Ала ай шейин тадуллу al-хуруф al-атия. Yani келесі харфтар қандай мағына көрсетеді? من اللام الكاف رب عن في وصل أطلعن حرفتر دي معنى بريد تنسوس. ما الذي تختص واو القسم بالدخول عليه من أنواع الأسماء. يعني الواو القسم أنت شو واو قنداي есімдерге ғана кіреді, يعني шектелген түрде. ما الذي تختص تاء القسم بالدخول عليه. Yani та шектелген түрде тек қана қандай есімге кіреді, соны ата дейді. مثل لباء القسم بمثالين مختلفين. және الباء قسمға анты шу الباسына екі түрлі мысал келтір дейді. Екі түрлі мысал келтір дейді. Жалпы біз есімнің аламаттарын түсіндік, я? Жаңағыдай ол төртеуін айтты. Al-хафт, ат-танвин, духул алиф, вал-лам, хуруфул хафт. Содан кейін хуруфул хафт не екенін айтты. Содан кейін хуруфул қасымды да айтты. Жалпы яғындай олай бір сабақ қиын емес, түсінікті. Әс'илатун, жаңағы сұрақтарға жауап бересіңдер. Тамарин, яғни жаттығуларға келетін болсақ. Мейз al-асмаа аллати фил джумал al-атия ма'a зикри al-аламати аллати арафта биха исмиятаха. Яғни келесі сөйлемдердегі есімдерді қайдан сен оның есімі екенін білдің және оның белгісін ата дейді.
сол белгілі арқылы сен оның есім екенін білдің ғой дейді. Соны ата дейді, яғни анықтап бер дейді. Бисмиллахир-рахманир-рахим, яғни қай бұл сөйлемдегі қай сөздер есім және қалай білдің, иә? Альхамдулиллахи раббил аламин. Иннас-салата танха анил фахшаи вал мункар вал асри иннал инсана лафи хусрин. Ва илахукум илаху вахид, яғни ва илахукум илахун вахидун. Ар-рахману фас'ал бихи хабира. Иннас-салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин. Ла шарика лах. Ва бидалика умирту ва ана ауалул муслимин. Яғни осы оқылған сөйлемдер, мысалдардың есімдігін, қай сөздер есім және оның белгісін анықтап айт дейді. Екінші сабақ аламатыласына иншаллах.